Аялым, әдебиетті екеуміз жалғастыра береміз ау деймін, иә? Иә, апай, қазір қалған қыздарға айтам, қосылып жүр. Жақсы. Так. Экран көрінді ғой, иә? Иә, апай, көрініп тұр. Біз 5-ші сыныптың әдебиетін жартысына келіп қалдық, иә? Үйге Ахмет Байтұрсынұлын бердім оқып келуге. 2 өлеңін «Адамдық диқаншы» және «Егіннің бастары» және кімді бердім Ахметтен кейін? Қай автор еді? Бүгін өтетініміз Бердібек Соқпақбаев, менің атым Қожа, иә? Бүгін осы 2 тақырыпты өтеміз. Ахметтің 2 өлеңін мазмұнымен үйден танысу керек болғансыздар. Оқымаған болсақ, оқимыз міндетті түрде. Өйткені бұл оқулықта, программада бар көркем шығармалардың бәрі де тестте сұрақ түрінде келеді. Ал 5-ші сыныптың әдебиетін қазір менімен ілесіп оқып кетпесеңдер, кейін оның бәрін қайтадан басынан бастап оқуға тура келеді. Сол үшін әрқайсысын уақытында оқып жүруге тырысу керек. Сонымен қазір бір оқушыны қабылдай салайын. Сонымен бүгін бізде Ахмет Байтұрсынұлы. Сәлеметсіз бе, Арай? Әдебиетті енді бастап жатырмыз. Так. Ахмет Байтұрсынұлы 2 өлеңі «Адамдық диқаншысы» және «Егіннің бастары». Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы кім, ол туралы біз не білуіміз қажет? Соған тоқталайық. Ахмет Байтұрсынұлы Қостанай облысының тумасы, ағартушы, тіл білімінің, әдебиеттану ғылымының негізін қалаушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Жалпы біз Ахмет Байтұрсынұлы туралы әдебиеттен де, тарихтан да жақсы білеміз. Бірақ соның ішінде нақты қандай ақпараттар бізге тестте қажет болады, біз соған басты назарды аударуға тырысамыз. Ахмет Байтұрсынұлы біз қазір ғана айттық, тіл білімнің негізін қалаушы дедік. Оның дәлелі тіл құрал деген еңбегі. Дәл осы тіл құрал еңбегінде Ахмет қазіргі таңда қазақ тілі ғылымында қолданылып жүрген барлық дерлік терминдердің қазақша атауларын ұсынды, жасап шығарды. Мысалы, біз бүгін қолданып жүрген бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, пысықтауыш деген сияқты, немесе зат есім, етістік деген сияқты атаулардың барлығын орысшадан қазақшаға аударып, осындай жаңаша ұғым, жаңаша терминдер жасаған Ахмет Байтұрсынұлы болды, және ол тіл құрал еңбегінде жасаған болатын. Екінші, ол әдебиеттану ғылымының негізін қалаушы дедік. Бұл туралы біз әдебиеттің алғашқы сабағында да айтқанбыз. Ол әдебиет танытқыш деген еңбегі. Дәл осы әдебиет танытқыш еңбегінде Ахмет Байтұрсынұлы тура тіл құрал сияқты әдебиеттегі қазіргі біз қолданып жүрген көптеген қазақша терминдерді жасап, әдеби теориялық ұғымдардың негізгі бастапқы ғылыми негізін қалыптастырып жасап шығарды. Дәл сол кезеңде, яғни 20-шы ғасырдың басында өзге ТМД елдерінде дәл осы Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет танытқыш еңбегімен деңгейлес келетін туынды, яғни ғылыми еңбек болған жоқ. Өзге мемлекеттердің адамдары, яғни өзге халықтың ғалымдары өздерінің тілдерінде әдебиеттің оқулықтарын жазған кезде, ғылыми еңбектерді жазған кезде осы Ахметтің әдебиет танытқыш еңбегін өздеріне басшылыққа алып отырып жасаған болатын. Бұл сол заманда да және қазіргі заманда да құндылығын жоймаған үлкен еңбектер Ахметтің. Оны білуіміз керек. Келесі бір оның публицист ретінде қызметінен ерекше атап айтатынымыз ол «Қазақтың бас ақыны» деген мақаласы. Ол біз білетін Абай Құнанбайұлы туралы жазған мақаласы. Бұл тестте мынандай сұрақ түрінде келеді: Абайды қазақтың бас ақыны деп атаған кім? Жауабы Ахмет Байтұрсынұлы. Абай туралы мақала жазады, дәл осы мақаласын ол қазақтың бас ақыны деп атайды да, Абайды сол қазақтың бас ақыны деп оған баға береді. Мұны да есте сақтауымыз керек. Сонымен қатар оның публицист ретіндегі тағы бір үлкен қызметі «Қазақ» деген газетті шығарды. 1913-18 жылдар аралығында «Қазақ» газеті шығып тұрды 5 жыл көлемінде. Сол газеттің бас редакторы осы Ахмет Байтұрсынұлы болды.
Бұл туралы сендер тарихтан әлдеқайда көбірек ақпарат білесіңдер деп ойлаймын. Сол 20 ғасырдың басындағы газет журналдар олардың шығуы тарихы туралы, тарихтан көбірек өткен шығарсыңдар деп ойлаймын. Жалпы қазақ газеті оны шығарған Ахмет Байтұрсынұлы екенін білуіміз керек. Әдебиетке керектісі осы. Оның педагог ретіндегі қызметі онсыз да белгілі, ұстаз болды. Ал енді аудармашы ретінде ол Крыловтың мысалдарын, Пушкиннің өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Крыловтың мысалдарын аудару арқылы 40 мысал деген кітап толық жазып шықты. Ол кітабы 1909 жылы жарық көрді. Одан кейін сол 40 мысалдың желісімен яғни мысал өлеңдерінде қоса отырып, одан бөлек өзінің де өзге тақырыптағы өлеңдері толық қамтылған Маса деген кітабы 1911 жылы жарық көрді. Бұл екі кітап та тестте сұрақ түрінде міндетті түрде келетін ақпараттардың қатарында, 40 мысал және Маса кітаптары Ахмет Байтұрсынұлынікі екенін білуіміз қажет. Ахмет Байтұрсынұлы жалпы жас кезінен немесе бала кезінен деп айтуға да болады, теперіш көріп өскен, әділетсіздікті көріп өскен. Оның дәлелі, оның әкесі мен ағасын Ахмет 13 жаста болған кезінде жазықсыздан жазықсыз Сібірге 15 жылға айдап жібереді. Сол кезде өзінің күйзелісі, қиналысы туралы «Анама хат» деген өлеңінде оқ түйіп он ішімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам деп келетін жолдарында жазып көрсетеді. Дәл осы екі тармақ та тестте сұрақ түрінде келеді, яғни оқ түйіп он ішінде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам деп жырлаған ақын деп келеді. Оның жауабы Ахмет Байтұрсынұлы. Яғни біз бұл өлеңнің авторы кім екенін тауып ала аламыз, егер Ахметтің өміріне қатысты осы деректі білсек. Яғни оның 13 жасында әкесінен айырылғандығын және оның әкесінің жазықсыз Сібірге айдалғандығын білетін болсақ, бұл өлеңнің де авторы Ахмет екендігі есімізде жақсы сақталады. Сондықтан да тарихымен бірге еске сақтап алуымыз қажет. Енді Ахмет Байтұрсынұлының 5 сыныпта берілген өлеңі ол «Егіннің бастары» деп аталады. «Егіннің бастары» өлеңі де мысал өлең қатарында, өйткені мұнда адамдардың образы бейнесі емес, егіннің сонда өсіп тұрған бидайлардың образдары арқылы автордың негізгі айтқысы келген ойы жеткізіледі. «Егіннің бастары» өлеңінің мазмұны қандай еді? Біз оқыдық па үйден? Арай? Апай оқыдым. Қысқаша мазмұны қалай еді? Не туралы еді? Әкесі мен баласы егіс алқабына келеді. Сол жерде бидай алқабында бидайдың жаңа бірі дәнге толы басы төмен салбырап тұрса, енді бірінің басы көтеріліп тұрады. Соны көрген баласы әкесіне сұрақ сұрайды. Неге бұлай деймізде, әкесі жаңағы дәні жоқ бидайды, ол адамның тәкаппар мінезі, ештеңе болмаса көкірегін көтеріп жүруі, соған мысал ретінде келтіріп айтып береді. Жақсы, қысқа ғана өлең, бірақ айтар ойы үлкен. Сол бір бидайларды салыстыру арқылы қарапайымдылықты дәріптеу, тәкаппарлықтың құны жоқ екенін көрсету. Және осы екі бидайды салыстыру. Бұл өлеңнің кейіпкерлері әкесі мен баласы және бидайлар, егістік алқабы деп айтсақ та болады. Енді осы «Егіннің бастары» өлеңіне сәйкес келетін мақал-мәтелдер. Бұл өткен сабақта да мен айтып өткендей, яғни кітапта тапсырмада берілген мақал-мәтелдер. Бидайдың кеудесін көтергені дақылы жоқтығы, жігіттің кеудесін көтергені ақылы жоқтығы. Дәл осы мақал-мәтел «Егіннің бастары» өлеңінің мазмұнына, идеясына тура сәйкес келеді. Өйткені бидайдың басы дәнге толған сайын ол сол өзін сондай қылып өсірген жерге, жер анаға деген құрметпен басын соншалықты жерге қарай ие береді. Адам сияқты, яғни адамның басы да білімге, ақылға толған сайын ол соншалықты қарапайым келеді, адамдарға иілгіш келеді. Ал ешқандай басында дәні жоқ бидай қалай төбеге қарап кекірейіп тұр, тура сол сияқты басында білімі жоқ немесе білімі аз, ақылы аз адамдардың да
кеудесі аспанға қарап көтеріле береді дегенге әкеледі. Яғни адам қаншалықты білімді, ақылды болған сайын ол қарапайым бола түсу керек. Ал ол қаншалықты тәкаппар болса, демек оның соншалықты білімінің таяздығы дегенді білдірсе керек, иә. Дәл осы ойды мына мақалда жеткізеді, өлеңнің де айтар ойы сол. Екінші мақал, жақсымын деп мақтанба, халық айтпай, батырмын деп мақтанба, барып қайтпай. Яғни мұнда да сол. Бұл мақал мәтелде мағынасы тура сол егіннің бастарына сәйкес келіп тұрмаса да, негізгі ойы сәйкес келеді. Яғни тестте дәл осы мақал келіп қалып жататын болса, біз бұдан айналып өтпеуіміз керек. Яғни жайдан жай мен кереметпін, мен жақсымын, мен мықтымын деп өзіңді өзің мақтап басыңды көкке көтере берме. Егер сені халық мойындамаса, сені халық жақсы деп айтпаса, сол сияқты батырмын деп мақтанба, барып қайтпай. Яғни соғысқа қатысып немесе сондай бір ерлік көрсетіп барып, батырлығыңды дәлелдеп барып батырмын деп айтушы болма. Жайдан жай, я мен батырмын, ой мен соғыс болса барып шауып келемін, мен айту керек болса айтамын деп құр сөзбен ғана батыр болудың қажеті жоқ деген ой. Демек осы екі мақал мәтел егіннің бастары өлеңінің мазмұнына сәйкес келеді екен. Біз мұны еске сақтап алуымыз қажет. Ары қарай, адамдық диқаншысы деген өлең, бұл өлеңде тестте көп келетін сұрақтардың қатарында бар. Сондықтан да біз бұл өлеңді талдауға міндеттіміз. Адамдық диқаншысы қырға шықтым, көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, көңілін көгертуге құл халықтың дейді. Яғни мұнда енді бұл өлеңнің егіннің бастарынан айырмашылығы қандай? Онда кәдімгі егін алқабы туралы сөз болатын болса, ал мұнда диқаншы деп айтып тұрғанымен егін егу туралы немесе кәдімгі тура мағынасындағы диқаншылық туралы еш нәрсе жоқ. Ахметтің айтып отырған адамдық диқаншысы ол өзі. Өйткені өлеңнің бірінші тармағынан ақ байқалып тұрғандай, адамдық диқаншысы қырға шықтым. Яғни мен шықтым, бірінші жақта тұр ғой, м деген бірінші жақтың жалға отыр, ендеше мен адамдық диқаншысымын және мен қырға шықтым деп тұр. Дәл осы сұрақ тестте келеді. Адамдық диқаншысы кім? Жауабы Ахмет Байтұрсынұлының өзі, немесе автордың өзі деген жауап дұрыс болады екен. Енді неге Ахмет өзін адамдық диқаншысы деп атады? Диқаншы деген кім? Енді диқаншы деген жерге дән егіп, соны егінді суарып, баптап өсіретін адам. Ал енді ол өзін сол адамдықтың диқаншысымын. Яғни мен құл халықтың көңілін көгертуге шықтым. Көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым дейді. Ондағы меңзеп отырған ол қазақ халқы. Яғни 20 ғасырдың басындағы қазақ халқының білім деңгейі, олардың көзінің ашықтығы қандай деңгейде болғандығы баршамызға мәлім. Яғни ол кезде енді мектеп деген нәрсе салынып, халықтың көзі енді ашылып жатқан кезең болатын. Тіпті көп көркем шығармаларда, мысалы кімнің Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесінде де көрінеді, Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясында да келетін тұстар бар. Мысалы ауылдағы сауатты адамдардың өте тапшылығы, қарапайым 0,5 дегенді, яғни бірдің жартысы дегенді жаза алмайтын адамдардың бейнесі көрінетін еді ғой. Тура сондай әлі білімнен мүлдем хабары жоқ, өнерден хабары жоқ, сондай Ресейдің бодандығына әбден езіліп жаншылып қалған сондай бір құл халықтың көңілін көгертуге шықтым. Яғни мен қазақ халқын сол қараңғылықтан суырып алып шығу үшін мен диқаншы болып оларға адамдықтың егінін егуге келдім деген мағынада айтып тұр. Яғни қор болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Оттай бір жануарым екі аяқты, адамдық хайуанға қанша қажет. Мен осылай келіп, енді адамдықтың тұқымын шашып, егіп, барымша әрекет жасап едім, бірақ менің еңбегім, бейнетім босқа кетті. Яғни қор болды. Өйткені құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет дейді. Құлдарға деп отырған енді тура мағынасында болмаса да, тура солай әбден Ресейдің езгісіне бодан болып үйреніп қалған халыққа сол болыстың дегенін орындағаннан, соның айтқанына көнгеннен, үкіметтің айтқанын орындағаннан артық зейнеті жоқ сияқты оларға.
мен оларға басқа жолды көрсеткім келді. Яғни біз білеміз ғой, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхановтар бастап Алаш партиясын құрды сол кезде. Яғни алаштықтар халықтың сол кезде автономия болып өз алдына бөлек ел болғанын қалады дегенде оларға оқыңдар деді, білім алыңдар деді. Осындай дүниенің бәрін айттым, бірақ оларға жоқ, оқығысы келмейді, айтқанды ұққысы келмейді, білім алып көзін ашқысы келмейді. Яғни үкіметке, билікке қарсы шықпай, тек сол өмірін сүріп жүре берсе болғаны. Оттай бір жануарым екі аяқты деп тұрғаны, сонда екі аяқты деген адам ғой, сен адамдықтан кетіп әбден жануардың деңгейіне түсіп қалған екенсің, ендеше оттай бер дегені өрісіңде жайылып жүре бер деген мағынада. Я адамдық хайуанға қанша қажет, сен хайуанның деңгейіне түсіп кеткен болсаң, саған адамдықтың қажеті жоқ дегенді айтып тұр. Яғни бұл сонда сол кездегі сондай хайуандық деңгейге түсіп кеткен адамдарға қарата айтылған сөзі. Жаратқан малды Құдай не керекке, мінуге, сою, соғу, жүндемекке, жорта бер қамыт кейіп қамшыңды жеп, бұйрық жоқ ұрасың деп үндемекке. Мұнда да сол айтып тұрғаны, үндемей ұрып соғып жатса да соған көніп жүре беретін дігіне күйініп тұрғаны. Таяққа ет үйренген қойшы жайлап, көк есек қозғалама түрткенге айдап, есептен алданғандай болғандар көп, жасықты асылма деп білмей қайрап. Яғни мұнда да сол халықтың жалған жақсыларға алданып қалып жатқаны, шын жақсылардың соңынан ермей, керісінше өзін жақсы қылып көрсететіндердің соңынан еріп кетіп жатқандығына күйініп айтқаны. Яғни бұл өлең несімен құнды? Бұл өлең осы идеясымен құнды. Яғни мен адамдық диқаншысы болып, қараңғы халықтың көзін ашамын, оларға хайуанның деңгейіне түскен халыққа адамдықтың дәнін егемін деген ойымен құнды бұл өлең. Осыны еске сақтап аламыз. Енді мұндағы сұрақтарға жауап берілді деп ойлаймын өлең талдау барысында. Біз сонымен Ахметтің тақырыбын жабамыз. Ахмет Байтұрсынұлы туралы айттық, оның өмірі, шығармашылығынан бізге қажетті деректер айтылды. Егіннің бастары және адамдық диқаншысы өлеңдерін талдадық. Екі өлеңді бір-бірімен ең бастысы шатастырып алмаймыз. Ол үшін екеуін де оқып, мазмұнын еске сақтап аламыз.